арайлап атқан ақ таңдар отбасыларыңызға бақыт, шаттық, қуаныш әкелсін. Бағдарламаны әуе толқына даярлағандар Сәуле Мақымова, Раушан Бәстемиева. Ардақты ағайын, сіздер бүгін дәстүр сабақтастығы айдарынан өмірің сенің өнеге деген Қарағанды экономикалық университетінің есеп қаржы факультетінің деканы профессор Ермек Алмажановпен әңгімені тыңдайсыздар. Қадірлі тыңдармен, егер сіз жолыңыз түсіп, жұмыс бабымен Қарағанды экономикалық университетіне бара қалсаңыз, жылы жүзді, үлкенге құрмет, кішіге ілтипат көрсетіп, бүгінгі шәкірттер қамымен құрақ ұшып жүрген салиқалы азамат, белгілі ғалым Ермек Алмажановпен кездесер едіңіз. Сансалалы кең ауқымды жұмыстарды тындыра жүріп, 50-ден астам ғылыми мақалалар жазып, кейінгі ұрпаққа тарту етті. Сондай Қазақсовет энциклопедиясының 5 томдығының авторларының бірі, аталмыш оқу орнындағы ғалымдар кеңесінің мүшесі. Біз енді магнит таспасын іске қосалық. Бүгінде мені 60-тың асқарына шығып отырсыз. Ғалым, қажы, қоғамдық істердің ұйтқысы деп жатады. Сондықтан осындай дәрежеге көтерілу кез келгеннің пешенесіне жазбаған. Осындай биіктікке қалай көтерілдіңіз? Адам бірден туа осы шаруаның барлығын істеп болмаса осылай болам деп шықпайды. Бәрі де өсу арқылы, көру арқылы, адамдармен қарым-қатынас арқылы болатын шаруа. Атырау өңірінде мектеп бітіріп, техникум бітіргеннен кейін Мәскеуге барып, Москвада 3 жыл әскер қатарында болып, содан Алматының халық шаруашылығы институтына осы направление жіберу арқылы Москваның экономикалық статистикалық институтына барған. Сол институттан да тамамдап бітіргеннен кейін менің барлық осы жұмыста өсуім, қалыптасуым Қарағандыда өтіп жатыр. Оның ішінде Қарағанды экономикалық университетінде жай ассистенттен бастап, мен бүгін қазір кафедра профессорымын. Бір үлкен есеп қаржы факультетін басқарып отырмын. Қызық түрі статистика деген ғалым бар. Әзіл үшін кейбір адамдар айтады, өтірік бар, статистика деген бар деп, енді қалжың есебінде айтады. Бірақ дегенмен сол статистикадан басқа мәлімет жоқ. Өмірде, қоғамдық құбылыстарда, өндірісте, ауыл шаруашылығы, сауда, транспорт болмасын, барлық жағдайды сипаттайтын осы статистика сандары көрсетіп отырады. Сол ғылымға бір бет бұрып кеттім де, содан соның Қазақстанда бұның дамуы, қалай өсуі, Қазақстанда статистика қалай жолға қойылғаны еш жерде жазылмаған екен, бір ақ қағаз екен. Сондықтан ойлаймын, кезінде соған кірісіп, содан диссертация жазып, ғылым атағын алып, студенттерге тәлім, тәрбие беріп, статистиканың егжей-тегжейін үйретіп, әртүрлі жағдайларда мақала, оқу құралдарын жазып жүрген жағдай. Енді оның үстіне кезінде, партия кезінде, кәсіподақ қызметтерінде белсенді атқарып, соңғы кезде президент сайлауы болсын, депутат сайлауы болсын, осындай жұмыстарға қарым-қатынасып, енді партия тарағаннан кейін ортада бір адамға сенім деген болды. Партияда дұрыс жолға жүр деп тәрбиелеген халықты. Енді дін жолы да соны көрсетеді. Сондықтан ортада бір кеңістік болмасын деп, халықтар Мекке, Мәдина барайық деп, мешіттің сол кездегі бас имам Ибрагим көршімет, ереке сіз баратын адамсыз ғой, сол жаққа неге бармайсыз? Оған қалай баруға болады? Оған дінді дұрыс қабылдайтын, ақадал өз еңбегіңізбен тапқан қаржыңыз болса барып келуге жететін, барыңыз, жарайды. Алла тағала шақырған болар, бұйырған болар, сол жаққа барып келдім. Мен бір особый қажылық құрып, молдалық құрып жатқан жағдай емес. Өзім жеке басымдағы 5 парызымның бірі қажылық шығып келдім. Одан енді қазір ораза тұтамыз, қолымыздан келсе. Басқа да парыздарын орындап жүреміз. Осының барлығы келіп, жаңа сіздің сұрағыңызға, осының бәрі адамда шыңдап, қалыптасып, бір жаста әжептәуір 60 жас, енді бұл үлкен жас деп айтуға да болмайды. Бірақ дегенмен өте жас деп айтуға болмайды. Анау айтыпты ғой, енді 60-та дер кезіңіз, 70-те мәр кезіңіз деп. Сондықтан
Енді осының барлығы ойлаймын адамда бір қалыптасып, шыңдап, өзінің бір бетін, бейнесін көрсетеді ғой. Қоғамдық ортада болсын, дос жарандардың арасында адам бойында қандай қасиеттерді бағалайсыз? Бір бақытты ғана емес, жан-жақты, сегіз қырлы, бір сырлы болу керек қой. Адамгершілікте қандай қасиет? Мен енді ойлаймын, алдымен өзім, әр адам осы ешкімде жаман болғысы келмейді. Бәрі де адам істеп отырған шаруасы жақсы болса екен деп, мысалы айтамыз біз, өзіме жақсылық ойласам, басқа біреуге жамандық ойламаймын. Сол сияқты айтамыз тағы да, мен арым үшін деген бар ғой, малым жаным үшін, жаным арымның садағасы дейді. Адамдардың бойында мен бір жақсы сыйлайтын қасиетім, ақиқат болса, адал болса, екі сөзді болмаса деп ойлаймын. Тіке бар нәрсені сол күйінде айтылса, ауыз айтылып, қолмен солай істелінсе деп. Енді заман қазір, мынау нарық заманы болмаса, әртүрлі жағдайда кейде сол болмай қалады. Біз былай байқап қарап отырсаңыз, нарық заманы деп отырмыз, өтпелі кезең дедік, өтпелі кезең ұзақ бітті шынында да. Ал жастардың да кейінгі лектіңде ішкі жан дүниесі, елмен қарым-қатынасы барлығы өзгерді. Оған енді былай қарасаңыз, ел ортасында жүргенде бәрінде де аңғарасыз. Біздің лек ол 50-60 ол басқа лек. Кейінгі буында осы жағы әрине әттеген айтуға тура келеді. Ал енді өзіңіз бірнеше жылдардан бері экономикалық университетте дәріс беріп жатырсыз, жастармен қарым-қатынас жасап жатырсыз. Олардың бүгінгі таңда өзінің мынау заманда орнын тауып, тәуелсіз мемлекеттің аптал азаматы болып өсу үшін жағдай туғызып жатсыздар. Сол жастардың қандай істерінен үміттенесіз? Қандай аяғын шалыс басқан істерінен күдіктенесіз? Енді біздің университетте студенттер көп, әсіресе соңғы жылдары аршықтап көбейіп өсіп келе жатыр. Жыл санап 1500-2000-ға жақын студент қабылдаймыз. Оның ішінде неше түрлі ұлттың балалары бар. Байқап қараймын, қазір соңғы кезде университетке келген жастар өте білімді, өте сауатты. Оның үстіне тіл біледі, көпшілігі ағылшын тілін, неміс тілін біледі. Содан кейін енді компьютерді жақсы меңгереді. Өзінің сабақтарына мықым, сабақты жақсы оқиды дегендей ұйымшыл, енді бәрі жақсы. Қазіргі заманның өсіп келе жатырған болашақтары ғой. Сондықтан енді олардың осы қасиеттерін өте бағалаймын. Енді бірақ дегенмен кейде бұрынғы біз кішкене жасымыз егде тартқан үлкендеу адамдар бұрынғы кездегі жас адамдардың бойындағы ілтипаты, кішіге құрметтеу, үлкенге адал болу өте соған көп мән бермей қалады. Салқындық, сәлемдесіп жүріп өту, ары қарай бір тәуір әңгіме естіп жатса, тәуір бір өлең, бір домбыра болмаса басқа өлең өнер болып жатқан жағдайда оған құлағын түріп, осы жағдай енді үйде де балаларымыз бар, шүкіршілік, солардың бойында да осындай қасиеттер бар. Бірақ дегенмен жалпы енді ұлт, халық, жастар жақсы дамып өсіп ілгері келе жатыр ғой, көзі ашылып келе жатыр. Мынау жаңағы айтқан жағдайға жақсы, алдымыздағы болашақ өмірге жақсы бейімделетін болар қазіргі заманның жағдайында. Статистикамен айналысам деп, бұл әрине бүгінгі таңда керек дүние. Енді алғаш біз осы нарыққа кірдіген кезбенен бүгінгі қазіргі шақты салыстыра отырып, ғалым ретінде салыстырмалы түрде қол жеткен жетістік, аяққа оралғы болған кемшілік жөнінде айтар едіңіз? Статистикалық мәліметтерге сүйінсек, шын мәнінде статистика жаңағы айтқан әлгі өтірік, бірақ статистика сонда да бәрібір ақиқатты статистика көрсетеді ғой. Статистикалық мәліметке қарасақ, барлық жағдайлар бірнеше есе құлдырап төмен кетті ғой. Нөлден бастауға жақын кейбір жағдайлар. Адам басына шаққанда көрсеткіштер бір адам басына келетін, мысалы, тауар айналымы, бір адам басына келетін қаншама ет жылына тұтыну керек, қаншама май тұтыну керек, қаншама қант тұтыну керек, қаншама басқа да киім-кешек тауарлар тұтыну, ол өзі кеміп кетті. Бірақ дегенмен динамика, статистикалық мәліметтер соңғы кезде қайтадан біртіндеп көрсетеді. Мынау үкімет айтады ғой, енді қазір инфляцияны түгел жойылған жоқ, бірақ соның қарқыны баяудады деп халыққа түсіндіріп отырады. Себебі соның қарқыны баяндап, қазір біртіндеп өндіріс орындары қайтадан іске қосылып, өнім беріп,
Қарағанды статистикалық облыстық мәліметтеріне қарасақ, аздаған болса да ilgari басушылық бар. Ол халықты бізді қуантады. Себебі осы статистиканың мәліметтері көрсетеді. Қазір өндіріс орындарының өнімдерінің көбейіп келе жатырғанын, болмаса әлеуметтік жағдайда, мәдени жағдайда да театрлар біртіндеп қайтадан қосылып, оның көрермендері болып, студенттерге билет таратылып, одан біздің университет мысалы бүткіл Қарағандының барлық театрларына ақшасын төлеп қояды. Музыкальный комедия болсын, Станислав театры болсын, Сәкен Сейфуллин театры болсын, барлығына да осылай. Болмаса университетке жаңағы Тәттімбет атындағы оркестр шақырылады, басқа да коллективтер шақырылады. Енді осы статистикалық мәліметті қараған кісіге қараса, көп нәрсені көруге болады. Статистиканың мәліметтері айна ғой. Халықтың, елдің айнасы. Одан өмір бойы мынау құрып баратыр, жоқ деуге болмайды. Базарға барсаңыз, жоқ емес нәрсе жоқ, осының бәрі шүкіршілік жақсы әкелініп жатқан нәрсе емес. Енді бұл жаңағы айтып отырғандарыңыздың қай-қайсысын болсын, мына жаңағы өнер, театр, Тәттімбет оркестр дейміз, Қали Байжанов атындағы концерт бірлестігі дейміз. Бұның барлығы тұтасып келіп, мәдениет өмірдің айнасы, әсемдікке, сұлулыққа баулу, кейінгі ұрпақты тәрбиелеу, осының барлығы бір түптеп келгенде адастырмас бір темір қазық іспеттенген дүние ғой. Ермек Алмажанұлы сонымен бірге үлгілі шаңырақ естісті. Әдетте халқымыз сыйласаңдар қартыңды, Құдай сыйлайды бәріңді деген ғой. Шүйкедей болып балалары мен немерелерінің келіні зәурештің тілеуін тілеп, шәумен шеше осы үйдің көркі іспетті. Жаңбырдан кейінгі жауқазындай құлпырып өскен Әзімқан, Әділқан, Дарқан, Ерекең өмірінің жалғасындай. Тойыңыз құтты болсын, той ғыласын. Еңбегіңіздің жемісін көріп, қуанышына кенеле беріңіз. Жасыңызға жас қосылып, мәртебеңіз одан әрі биіктей берсін. 60-ға келді бүгін жасыңызда, тілейміз бақ пен ырыс басыңызға, зор денсаулық қажыр қайрат арқасында, қосылсын тағы 60 жасыңызға деген тілек айтамыз. Сіздердің тыңдағандарыңыз дәстүр сабақтастығы айдарынан өмірің сенің өнеге деген әңгіме. Амандықпен жолығайық, ағайын.